Баршаңызға сәлем. Тәтті болгар перецінен голубцы дайындау үшін алдымен күрішті суға жарты стакан күрішті пісіріп аламыз. Жартылай және болгар перецтерін жақсылап ішіндегі шемішкілерін тазалап аламыз. Бетін кесіп, ішін түгел барлық шемішкісін алып тастаймыз. Ішіне салмасына үлкен 2 картопты өте сақтап турап, 500 грамм фаршты сиыр еті фаршынан қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне 4 бас ақ жуаны ұсақтап турап саламыз. Және де сарымсақтың 2-ін өте уақ етіп турап, оны да қосамыз. Барлық салмасын салып араластырып, ішіне тұзын, бұрышын, жаңағы суға піскен күрішімізді мынадай қылып жақсылап саламыз да, жартылай піскен күрішті салған өте жақсы, себебі біздің голубцымыз өзінің соғында жақсы болып тұрады. Әрбір ішіндегі бөлшегі бөлек-бөлек болады. Күріш өте суды көп қажет еткендіктен шикілей салсақ, ол қатты бір-біріне тығыздалып, жабысып тұруы мүмкін. Ал жартылай піскендіктен ол ішіндегі өз соғын өзі жаңағы соқты көп суды талап ететін күрішке жартылай пісіріп алған өте пайдалы. Әрбір ішіне салмасына саламыз. Голубцидың дайын болған соң үстіне қайнаған су құйып қайнатамыз. Әбден голубцилар толығымен батқанша су құямыз. Газге қойып қайнап жатқан кезде біз оның тұздығына кірісеміз. 3 немесе 4 морков және 4 бас ақ жуа, 1 болгар перецін қосып, жақсылап майға қуырып аламыз. 1 қасық немесе 1,5 қасықтай томат пастасын қосып, оны да майға қуырамыз. Қуырылып болған соң бетіне тұзын немесе бұрышын салғылауға болады. Дәмдеуіштерін су құйып және зелендердің керегінше салып, жақсылап оны да қайнатып аламыз. Дайын болған соң бетіне подливын құйып, екінші тағам немесе бірінші тағам қылып өз еркіңізде жей беруге болады. Жасап қараңыздар. Сіздермен бірге болған Балғайша. Сау болыңыз.